Кариб теңізінде бақытты отбасы яхтада бірге тамаша демалыс өткізіп жатыр. Анасы Джулия жүзу үшін суға секіреді және демалуға тырысқанда бір түрлі нәрсе сезінеді. Алайда айналасында ештеңе көрмей, ол мұны өз қиялына балайды. Бірнеше секундтан кейін сол бір түрлі сезім қайта оралады. Ештеңе көрінбесе де, бұл оны алаңдатады, сондықтан ол яхтаға қарай жүзе бастайды. Кенеттен бірдеңе оның аяғынан тартып, Джулия қатты айғайлап, көмек сұрай бастайды. Қызы Кейси құлаққап тағып отырғандықтан оны естімейді, ал күйеуі Том мен ұлы Бен балық аулаумен әуестеніп жатыр. Джулия су бетінде қалу үшін күреседі, су аузына кіріп, айқайлау қиындай түседі. Көп ұзамай Том Джулияны біраз уақыт көрмегенін байқап, яхтаны іздеп, әйелінің қауіпті екенін көреді. Балаларды алып, Том яхтаны Джулияға жақындатады да суға секіреді. Ол әйеліне тез жетіп, оны құшақтап, су бетінде ұстайды. Яхтаға қайта жүзіп, балалар ата-анасын бортқа шығаруға көмектеседі. Отбасы Джулияны жұбатып, ол не болғанын түсінбей, ағынға кінәлайды. Сол түні отбасы Беннің туған күнін сыйлықтар мен тортпен атап өтеді. Кейси жігітінен қоңырау алып, ноутбукпен сыртқа шығып, жеке сөйлеседі. Жігіті қала үстінде алып күркіреген бұлттар пайда болғанын көрсетеді, бірақ видео қоңырау кенет үзіліп, қатып қалады. Кейси отбасына жүгіріп келіп, болған жайтты айтады, ал Том құрлықтан тым алыс болғандықтан сигнал нашар деп есептейді. Сол сәтте олар дыбыс естіп, сыртқа шығады да, киттер тобының өтіп бара жатқанын байқайды. Том киттердің жердің магнит өрісін ұстанатынын, бірақ дауылдар аномалия тудырып, шатаққан киттердің жағалауға қарай жүзетінін түсіндіреді. Кенет яхта дірілдеп, Бен құлайды. Том яхтаның зақымдалғанынан қорқып, суға түсіп тексереді. Бірнеше секунд іздегеннен кейін Том иығынан жараланып шығады. Джулия жараны тігеді, ал Том артында бірдеңе сезінгенін, бұрылғанда винтке соғылғанын айтады. Оған жақын жүзген нәрсе өте үлкен болған, бірақ ол ештеңе көрмеген. Том яхтаның қатты зақымдалғанын анықтап, көмекке хабарласу керектігін айтады. Джулия яхта радиосынан бірнеше рет қоңырау шалса да, Кейси телефоннан сигнал іздеп, ештеңе таппайды. Кенет Кейси оғаш қобыжыққа шошып кетеді, бірақ бұл Беннің маскамен жасаған әзілі болып шығады. Ақыры яхта істен шығып, теңіз ортасында тұрып қалады. Джулия радиодан дауыс табады, бірақ ол түсініксіз шу ғана. Том оларда 4 күнге жететін су мен тамақ бар екенін, балық аулау кемесі өткенше күту керектігін айтады. Кенет радар жақын маңда бірдеңе анықтап, олар оғаш дыбыс естиді. Сыртқа шығып, бірнеше метеориттің жерге түсіп, қатты соққылармен құлап жатқанын көріп, таңғалады. Бір метеорит жақын жерде суға түседі, сондықтан Том яхтаны қозғап, қашуға тырысады. Қозғалтқыш алға жылжуға әрең күш салғанда, тағы бір метеорит түсіп, аймақты соғады. Отбасы қорқып, бір-бірін құшақтайды. Том от шарларының метеорит емес, спутник екенін байқайды. Бен яхтадан түтін шығып жатқанын көрсетеді. Том қозғалтқыштың күйгенін астайды. Жел күшейгендіктен отбасы ішке жасырынады. Компастың жынданғанын байқамайды. Яхта дірілдеп, Бен тағы құлап, жарақат алады. Толқындар яхтаға соғылып жатқанда, Том жерге қарсы тұрып, сырттағы қораптан құтқару жилеттерін алып, отбасына келеді. Сол сәтте электр өшеді. Том қуат қорабындағы түймені басып, жарықты қосады. Жарық қайта жанғанда, Бен Джулияның мұрнынан қан ағып жатқанын байқайды. Джулия бас айналып, Кейси раковинаға жүгіріп құсады. Том радиомен байланысуға тырысады, бірақ нәтижесіз. Кенет отбасы өткір шуды естіп, жел күшейеді. Джулия есіктерді жабуға тырысады, бірақ люк ашылып, жел терезелерді сындыра бастайды. Том қараңғы түспес бұрын флэр жағады. Келесі таңда отбасы оянып, дауылдан аман қалғанына таңғалады, бірақ яхта толық дерлік қираған. Сыртқа шығып, әлемдегі барлық мұхиттардың жоғалғанын, яхтаның құрлықта тұрып қалғанын көреді. Шөлді таңғалып қарап тұрып, отбасы не істеу керектігін ойлайды. Кейси сигнал іздейді, ештеңе шықпайды, ал Бен 2 өлі крабпен ойнайды. Том компасты тексеріп, магнит полюстерінің ауысқанын байқайды. Соңғы рет мұндай оқиға 700 жылдан астам уақыт бұрын болған. Кейси жігітінің өлгенін түсініп, күйзеліске түсіп, жасырынады. Анасы жұбатуға тырысқанда, оны қуып шығады. Джулия мен Том апаттан қалған қорларды тексереді. Ал Бен басқа аман қалғандардың назарын аудару үшін туған күн шарларын тасты байлайды. Том радионы қайта қосып, Нау есімді суасты қайығының капитанымен байланысады.
Оның қайғыда құрлықта тұрып қалған магнит полюстерінің ауысуы мұхиттардың шегініп, құрлықтарды су басуына себеп болғанын растайды. Нау басқа аман қалғандарды таппаған, байланыс жүйелерінің көбі өшірілген. Жүйелік қозғалыстарға байланысты полюстер қайта ауысып, мұхиттар бір аптада қайтуы мүмкін деп ойлайды. Ол отбасыға мүмкіндігінше жоғарыға шығуды кеңес етеді, өйткені бұл кезде жағдай қатты болады. Оның серігі апатта өлген, суасты қайығында 3 адамға орын бар. Джулия мен Том оны балаларын құтқаруға көндіреді. Нау өз координаттарын береді. Том суасты қайығына жету үшін 2-3 күн кететінін есептеп, отбасына ерте ұйықтауды айтады, өйткені таңертең ерте шығады. Келесі таңда отбасы қорларын жинап жатқанда, Том жақын маңда бірдеңенің қозғалғанын көреді. Бұл өз қолдан жасалған гарпуны бар, ақсаған ер адам және үріп жатқан ит. Том жақындап оған су бөтелкесін береді, бірақ ер адамның тілін түсінбейді. Су ішкен соң бейтаныс Томды бөтелкемен ұрып бетіне тебеді. Қорқып кеткен Джулия жүгіріп келеді, бірақ кеш ер адам Томды гарпунмен ішіне сұғып жібереді. Томның денесі бірнеше секунд селк етіп, ер адам оның тамағын кеседі. Содан кейін ер адам Джулияны қуады және гарпун лақтырады, ол тек иығын кеседі. Бұл Джулияны тоқтатпай, яхтаға жүгіріп, балаларына жетеді, оларды жасыруды айтып, есіктерді құлыптайды. Ағалы қарындас диван ішіне жасырынады. Джулия оларға флеер мылтығын беріп, өзі пышақ алып, ваннаға жасырынады. Ер адам есікті соғып, ақыры ашып, ішке кіреді. Ол тамақ алып, яхтаны іздей бастайды, ваннаға барады. Джулия қабырғадағы тесіктен шығып, оны айналып өтеді. Ер адам сыртқа қарап, оны көрмейді, бірақ Джулия жасырын өтуге тырысқанда, ит үріп, оны байқайды. Ит Джулияны жерге құлатып, оған шабуыл жасайды. Джулия пышақпен итті өлтіреді. Ер адам иттің дыбысын естіп, шығып, оның денесін көріп, күйзеліске түседі. Джулия яхта айналасында жасырынып, сынған терезеден ішке қайта кіреді. Бірақ ер адам оны бірінші тауып, жұдырықпен құлатады. Джулия жиһазды ұстап, оны сүйремек болғанда қарсыласады және теуіп құтқарады. Ер адам оның білегін басып, пышақты түсіреді. Шашынан ұстап, бетін еденге ұрып, диванға лақтырып, тұншықтыра бастайды. Балалар бәрін көріп, шыдай алмай, Кесси шығып, ер адамды флеермен атады. Яхтада өрт шығады, балалар сыртқа қашады. Бірақ Джулия ер адамды бетіне теуіп, координаттары бар картаны және сөмкелерді алады. Бен мен Кесси әкесінің денесіне жабысып, Джулия қосылып, бәрі бірге көз жасымен қоштасады. Сол сәтте қорқынышты ер адам яхтадан шығады, отбасы қашады, ал яхта үлкен жарылыспен жарылды. Біраз уақыттан кейін отбасы шағын сарқырамада демалады. Кесси шарлардың әсерінен сол адам келген болуы мүмкін деп ойлайды, бұл Бенді кінәлі сезіндіреді. Джулия ұлын кінәламауды айтып, қозғалуды жалғастыруды ұсынады, өйткені оғаш ер адам әлі қуып жатыр. Шағын тоғанда Бен балға бас акуланың денесіне қызығады. Сол кезде Джулия ер адамның жақындағанын көріп, отбасы қайта қашады. Олар құм төбеден түсіп, улы қалдықтарды табады, сондықтан оны айналып өтуге мәжбүр болады. Көп ұзамай олар қуғыншыдан құтылған сияқты. Жолда олар үлкен өлі теңіз жануарларын және мұхит түбіндегі пластикті көреді. Бен баяулағанда Джулия оның сусызданғанын байқап, демалуға тоқтайды. Қорқыныштысы, су бөтелкесі дерлік бос, Кесси оны дұрыс жаппағанын түсінеді. Джулия қызын абайсыздық үшін сөгеді, бірақ Кесси бәрібір өмір сүре алмайтынын айтып, мәселе жоқ деп ойлайды. Қатты даудан кейін отбасы қозғалуды жалғастырады. Олар апатқа ұшыраған ұшақты табады, кенет қозғалыстан шошып, бірақ бұл құстар екен. Отбасы түнді ұшақ ішінде өткізуді шешеді. Олар жеңіл тамақ бөліседі. Джулия Томның курткасынан отбасы суретін тауып, жүрегі ауырады. Кесси ата-анасының қалай кездескенін сұрайды. Джулия Томның жұмыс істеген ауруханасына келгенін, оның науқасы болғанын және гүлдер мен әдемі өлеңмен махаббатын білдіргенін айтады. Түн ортасында Кесси дәретханаға шығады. Кенет қорқынышты ер адам оны артынан шошытады, бірақ Джулия бірінші секіріп, оны ашу мен қайғымен бірнеше рет пышақтайды. Кесси анасын құшақтап, тыныштандыруға мәжбүр болады. Келесі таңда дене бүргеге толы, отбасы оның тістелген іздерін байқап, аймақта бір жануар жасырынып жүргенін түсінеді. Топ кеткен соң ер адамның аузынан крабтар шығады. Бірнеше сағаттан кейін Джулия мен Кесси картаны қарайды, бірақ Бен тоқтауды айтқанда да жүре береді.
Ол тоғанға бетін батырып, су ішпек болады. Джулия оны тартып алып, белгісіз судың ауру тудыруы мүмкін екенін түсіндіреді. Отбасы күннен басын жауып, жалғастырады. Бен бас айналып, ескі орындықтарды табады. Джулия мен Кэсси олардан баспана жасайды. Джулия Бенге дәрі егеді, түнді сол жерде өткізуді шешеді. Ерте таңда Джулия оғаш дыбыстан оянып, баспанадан шығып тексереді және крабтардың жақындап келе жатқанын көріп, таң қалады. Ол тез балаларын оятып, отбасы мүмкіндігінше жылдам қашады. Олар үлкен жүк кемесін тауып қарай жүгіреді. 3 экипаж мүшесінің тірі екенін көреді. Әйел көмектескісі келеді, бірақ 2 ер адам бас тартып, контейнер ішіне жасырынады және есікті құлыптайды. Крабтар жақындағанда Джулия балаларды контейнердің үстіне шығартады. Өзі шыққанда крабтар аяғын қысып, балалар анасын тартып алады. Контейнердің жағында тесік бар, сондықтан крабтардың жартысы ішке кіреді. Экипаж мүшелері оқ атады, бірақ жәндіктер тым көп. Крабтар 2 жұмысшыны жеңіп өлтіреді. Соңғы ер адам төбедегі тесікке жетеді, бірақ крабтар оны тартып өлтіреді. Джулия аяғын таңып, есінен танып қалады. Біраз уақыттан кейін Джулия құм дауылында оянып, жалғыз қалғанын көріп, паникаға түседі. Балаларын іздеп, өлі әйелдің қаруын алады. Анасының айқайын естіп, Кэсси тез қайтып көмек іздегендерін, бірақ ешкім таппағандарын түсіндіреді. Олар Бенмен қайта қосылып, дауыл біткенше демалуға болатын ашық контейнер табады. Джулия Томның зажигалкасымен жарасын күйдіреді. Бұл өте ауыр. Дауыл біткен соң, отбасы басқа контейнерден су бөтелкелерін табады. Денелерді тексеріп, радио мен мылтық табады. Джулия Науға қоңырау шалып, картаны жоғалтқанын айтады. Нау оның тереңдіктегі артропаттар, жәндіктердің шабуылына ұшырағанын айтады. Оттегі оларды жынды еткен сияқты. Нау отбасыға асығуды айтады, өйткені оның құралдары мұхиттың күткеннен тез қайтатынын есептеген, сондықтан бірнеше сағат қалды. Ол флеер атып, отбасы сол бағытқа жүреді. Ұзақ жүрістен кейін отбасы сынған дәретхананы тауып, Бен оған зәр шығарады. Олар суасты қайғын көреді, бірақ оған жету үшін үлкен жартас қабырғасынан өту керек. Олар өткенде, қабырғалар дірілдеп, тастар құлай бастайды, үлкен тау құлауы болады. Джулия балаларын итеріп, өзі құлаудан аман қалу үшін артқа шегінеді. Енді олардың арасында тау қабырғасы тұр. Джулия балаларға өзіңсіз жалғастыруды айтады, бірақ Кэсси бас тартып, анасының шығуын талап етеді. Қатты даудан кейін Джулия балаларын кейін табатынын уәде етеді. Қарсылық білдірген Кэсси ағасын сүйреп алып кетеді. Балалар жартастың қалған бөлігінен шығып, суасты қайығына жүгіреді, бірақ Науның сыртта қанап жатқанын көреді. Ол өзінің біткенін, балалардың суасты қайығын ала алатынын түсіндіреді. Қосымша орын бар екенін түсінген Кэсси анасын алуға қайта жүгіреді. Джулия крабтардың келе жатқанын көріп қорқып оқ атады. Ол бірнешеуін өлтіреді, бірақ топ тым үлкен, онымен күресе алмайды. Сол сәтте Кэсси қабырғаның үстінде пайда болып, қолын ұсынады. Джулия жараланған аяғымен мүмкіндігінше жылдам шығады. Кэссидің көмегімен екінші жаққа жетіп, суасты қайығына бірге жүгіреді. Бен қайықтың төбесінде тұрып, крабтарды алыстау үшін оқ атады. Крабтар Науның денесін тауып, оны жей бастайды. Джулия мылтықты алып, балаларын ішке кіргізгенше оқ атуды жалғастырады. Ол оқ таусылғанын түсініп, мылтықты крабтарға лақтырып, балаларына қосылады. Отбасы люкті құлыптап, терезеден крабтардың суасты қайығын қоршап алғанын көреді. Сол сәтте мұхит қайта оралады. Үшеуі орындықтарына жүгіріп, белдіктерін тағып, қол ұстасады. Қатты толқындар суасты қайығын шайқап, Джулияға болған оқиғаларды елестетеді. Кэсси құсады. Көп ұзамай өткір шу қайта естіліп, отбасы естен танып қалады. Біраз уақыттан кейін Джулия мен балалар оянып, аман қалғанына қуанады. Олар люкті ашып, сыртқа шығады және толқындардың суасты қайығын қираған қалаға түсіргенін көреді. Бұл өмір сүріп, қайта құруға үміт бар дегенді білдіреді.